Сәлеметсіздер ме құрметті 5 сынып білім алушылары. Бұл видеода біз сіздермен формула арқылы есептеу тақырыбымен танысатын боламыз. Бірінші кезекте сұрақ туындайды: формула деген не? Ал жауабы математикалық ережелердің әріпті түрде жазылуы формула деп аталады. Ал оң жақтан ең бірінші P әрпімен белгіленіп тұрған формулалармен танысып бастайық. Бұл P әрпімен белгіленіп тұрған формулалар: периметрдің формуласы, ең бірінші P тең 2 көбейтілген жақшы ішінде А қосылған B формуласы, тіктөртбұрыштың периметрінің формуласы. Тіктөртбұрышта 2 ені 2 ұзындығы болатындықтан 2-ні ортақ көбейткіш ретінде жақшы сыртына шығарып жаздық. Келесі P көбейтілген 4A формуласы, ол квадраттың периметрінің формуласы. Келесі P тең А қосылған B қосылған S түріндегі формула, ол үшбұрыштың периметрінің формуласы, яғни үшбұрыштың үш қабырғасының қосындысы түрінде жазылады. Енді жоғарыдағы S әрпімен белгіленген формулаларды атауларын жазайық. S әрпімен белгіленіп тұрған бұл екі формула аудан формулалар деп аталады. Біріншісі S тең А көбейтілген B түрінде жазылған формула, тіктөртбұрыштың ауданын табу формуласы. Ауданын табу үшін ені мен ұзындығын көбейтеміз. Келесі S тең А квадрат формуласы, квадраттың ауданын табу формуласы. Квадраттың ауданы А-ға тең, А-ны өз-өзіне 2 рет көбейтсек А квадрат түрінде жазылады. Келесі 2 В әрпімен белгіленіп тұрған формула көлемді табу формулалары деп аталады. Біріншісі В тең А көбейтілген Б көбейтілген С түріндегі формула, ол тікбұрышты параллелепипедтің көлемін табу формуласы. А, Б, С оның қабырғалары. В тең А куб түрінде келген формула, бұл кубтың көлемін табу формуласы. Куб дегеніміз барлық қабырғалар бір-біріне тең, тікбұрышты параллелепипед, оның көлемі қабырғаларын үш қабырғасын бір-біріне көбейткенге тең, бұл үшін ол А куб деп жазылады. Келесі формула S әрпімен белгіленіп тұр, алайда аудан формулаларымен шатастырмаңыздар. Бұл бізде жолдың формуласы. Жүріп өткен жолымыз жылдамдық V мен уақыт T көбейтіндісіне тең. Келесі S әрпімен белгіленіп тұрған формула бізде заттың құнының формуласы. Яғни заттың құны А деген заттың бағасы, N заттың данасы немесе көлемі, мөлшері екеуінің көбейтіндісіне тең. Жалпы біз формулалардың барлығын бір-бір қайталап алдық. Сонымен қатар біз кез келген формуладан жаңа формула келтіріп шығаруды үйретуіміз керек. Егер де квадраттың периметрі беріліп тұрып қабырғасын табыңыз дейтін болса, сіз берілген периметрін 4-ке бөлу арқылы жаңа формула қорытып шығарып қолдансаңыз болады. Ал енді тіктөртбұрыштың мысалға алайық, А қабырғасын табу керек болатын болса, онда сіз периметрін 2-ге бөліп, одан Б қабырғасын азайтып табатын боласыз. Ал егер дәл сол жағдай Б қабырғасын табу керек болатын болса, тағы да периметрін 2-ге бөліп, енді бұл жерде А қабырғасын азайтып жібересіз. Дәл осылай қалған формулалардан да жаңа формулалар келтіріп шығаруға мүмкіндігіңіз бар. Ары қарай біз сіздермен осы формулалар арқылы есептер шығаруға тоқталайық. Бірінші кестеге назар аударыңыздар. Бұл жерде V беріліп тұр, T және S. Демек, біз қолданатын негізгі формула S тең V көбейтілген T, яғни жолдың формуласын пайдаланады екенбіз. Алдымен ең біріншісіне қарайтын болсаңыздар, бұл жерде жылдамдық беріліп тұр, уақыт беріліп тұр. Демек, арақашықтық табу керек. Жалпы негізгі формуламызды пайдаланамыз. S тең, жылдамдығымыз 20 сан мәндерін қойып жатырмыз, уақытымыз 5-ке тең. Бұл жағдайда бізде жолдың арақашықтықтың ұзындығы 100 км-ге тең. Өлшем бірлігін жазып қойдық, кестені де толтырдық. Ары қарай екіншісіне қарайтын болсаңыздар, жылдамдық беріліп тұр, арақашықтықтың сан мәні бар, уақытты табуымыз керек. Демек, біз негізгі формуладан уақыт үшін жаңа формула жазып алуымыз керек, яғни уақытты, арақашықтық және жылдамдық арқылы өрнектеді. Енді бұл жерде есептейтін болсақ, T тең болады. Берілген арақашықтығымызды 896-ны бөлеміз 128-ге. Жауап бұл жерде 7-ге тең. Уақыттың өлшем бірлігі бұл жерде секунд. Жауап жазған кезде өлшем бірлігін қоюды ұмытпаңыздар. Келесі, бұл жерде уақыт беріліп тұр, арақашықтық берілген, жылдамдықты табу керек. Демек, ары қарай біз негізгі формуламыздан тағы бір жылдамдық үшін қосымша формула өрнектеп алуымыз керек. Арақашықтықты
уақытқа бөлу арқылы. Формуламыз дайын, енді есептейік. Берілген арақашықтық бізде 377. Оны бөлеміз 29-ға уақытқа. Жауап бұл жерде 13-ге тең. Өлшем бірлігі минутына 13 метр деген. Кестені толықтырып қояйық. Бұл кесте бізде аяқталды. Келесі кестеге қарайық. Бағасы, мөлшері, құны деп жазылып тұр. Демек біз пайдаланатын негізгі формула ол С тең А көбейтілген N формуласы. Бұл жердегі А бағасы, N мөлшері, С құны. Ал бастайық. Кестенің бірінші жолында бағасы беріліп тұр, мөлшері беріліп тұр, сыны табу керек, яғни құнын. Негізгі формуламызды пайдаланып, сан мәндерін алып келіп есептейтін болсақ, 150-дің 15-ге көбейтіндісі бізде 2250. Өлшем бірлігі теңге. Кестеге алып келіп жазып, кестені толықтырып қояйық. Ары қарай бағасы беріліп тұр, құны беріліп тұр, табуымыз керек N мөлшерін. N үшін жаңа формула жазамыз. Бұл жерде де бағаның құнын мөлшеріне бөлеміз. N тең сан мәндерін алып келіп қоятын болсақ, С 900-ге тең, А 300-ге тең. Жауап 3-ге тең. Өлшем бірлігі литр. Мөлшері 3 кестені толықтырдық. Келесі, бұл жерде мөлшері беріліп тұр, құны беріліп тұр. Демек бұл жерде белгісіз бағасы А тең. Жаңа формула S бөлінген N түрінде болады. Енді сан мәндерін алып келіп есептейік. Құны 125 теңге, бөлеміз 5 килограммға, тең болады 25-ге. Өлшем бірлігі килограммына теңге. 25 деп кестені толықтырдық. Екінші кестемізде дайын. Ары қарай кестеде бізде S, A, B шамаларын кездестіреміз. Негізгі формула демек S тең A көбейтілген B. Енді есептеп бастайық. Біріншісі S табу керек. Негізгі формуламызға алып келіп сан мәндерін қою арқылы есептеп табатын болсақ, 20-ға тең. Өлшем бірлігі сантиметр квадратқа тең. Жауап 20. Келесі B белгісіз. Демек B үшін формуламызды түрлендіреміз. Енді алып келіп сан мәндерін есептейтін болсақ, 20-ны 4-ге бөлуіміз керек. Жауап 5. Өлшем бірлігі бұл жерде сантиметр. Келесі А белгісіз. Формуламызды түрлендірдік. Аның сан мәндерін қою арқылы жауабын табатын болсақ, 4-ге тең. Өлшем бірлігі сантиметр. Бұл кестеде дайын. Келесі, бұл кестеде біз В, Т, С шамаларын кездестіреді екенбіз. Жалпы формула демек В көбейту Т. Ары қарай есептеп бастайық. Біріншісінде S белгісіз болып тұр екен. Демек негізгі формуламызды пайдаланып, сан мәндерін алып келіп есептейтін болсақ, 24-ге тең. Өлшем бірлігі километр. Жауап 20. Келесі, бұл жерде В белгісіз екен. Демек негізгі формуладан В үшін жаңа формула түрлендіріп табуымыз керек. Ол В тең S бөлінген Т түрінде. В-ны табатын болсақ, 18-ді 3-ке бөлеміз. 6. Өлшем бірлігі сағатына километр. Ары қарай белгісізіміз Т, демек уақытты арақашықтықпен жылдамдық арқылы өрнектеп алуымыз керек. Т тең болады арақашықтық 80, жылдамдық 40-қа бөлетін болсақ, 2-ге тең болады. Өлшем бірлігі сағат. Осымен бұл кестедегі есептерде аяқталды. Сонымен тақырыпты қорытындылайтын болсақ, біз сіздермен периметрге байланысты жалпы 3 формула, ауданға байланысты 2 формула, көлемге байланысты тағы 2 формула және жол заттың құны формулаларын үйрендік. Жалпы 9 формуланы қайталадық. Олардан жаңа формула қорытып шығарудың жолдарын үйрендік. Сонымен қатар формулаларды пайдаланып есептер шығаруды үйрендік. Қарастырылған есептер түсінікті болып, видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, белсенді болыңыздар.